Ал құрметті достар, біз Қарағанды облысы Шет ауданы Талды ауылындамыз. Сұраған ақсақалдың үйіндеміз, Жайбол досымыздың үйінде. Мынау тұрған 3 домбыраны да осы кісі өзі қолдан жасаған. Осы ауылда музыка мектебінде мұғалім болды ма? Иә, мұғалім болған. Міне, мынау керік, жираф дейміз ғой. Осы керіктің мүсінін де жасаған. Бұдан үлкені де бар дейді. Ол бірақ қайда бір мектепте жүр. Балалар бір мүйізін сындырып тастап енді. Жол барс, ағаштан не бір мүсіндер жасаған, киім киген сондай кісі. Ал өзіңіз бір ауыз бір сөз таныстырып өзіңізді ел жұртқа. Иә, өзім сол Монғолиядан келген 93 жылы. Маманым мұғалім музыка. Сол мектепке келесіп орналасқам, сонда 22 жыл жұмыс істедім. Музыкадан балаларға үлкен оркестр құрдым, бәрін істедім. Енді соның пенсияға шығып отырмын, міне қазір енді сосын арасында осындай қол өнер істедім, домбыра істедім көп. Анандай нелер істедім, мысалы міне. Астау табақтарды істедіңіз. Иә, табақ, бүкіл домбыра, сосын әртүрлі сувенир аңнан. Қобыз жасаған, қобыз жасаған. Иә, солай қобыз жасадым. Бәрін істедім, сол арасында халық шебер деген ата қалды. Осылай. Қазір жасыңыз нешеде? Қазір 76-тамын. 76-тасыз, иә? Мына домбыраны өзіңіз жасадыңыз, иә? Қай жылдары? Ау. Осы дешел білмей қалды, мыналағы балама, немерем істеген домбыралар ғой. Немере міне қаншама конкурстардың жүлдегері Дидар деген міне сұраған Дидар Жайболұлы. Міне атақ даңқы. Мынау қазіргі қымыз құйып отырған мынау шара осы ыдыстың өзі осы кісінің қолынан шыққан. Бәрі осы. Мына кісінің әкесі міне Жайболдың. Міне бұл да шебер. Міне қараңыздаршы қандай шебер отбасында отырмыз. Қазір қойдым, қолым келмей қартайдым. Міне қазір бала 2020 жылы жасаған екенсің домбыраны. Мынау қосбетті домбыра. Қосбетті. Оның несі үн шығаруда басқа бір әсері бар ма? Қосбетті домбыра. Бұл әсері бар, енді даусы кішкене жақсы шығады. Бір шертіп жібересіз өзіңіз? Қолым келмейді. О. Сұрекеңнің варианты бұл. Сонда бір ағаш таңдайсыз ба жоқ, қандай ағаш кезіпті сонымен жасай бересіз осы домбыраларды? Жоқ, негізі ағаш таңдаймыз. Мысалы, мынау жаңғақ деген ағаш. Жаңғақтан, иә? Иә, сосын мына беті самырсын дейміз ғой, сонда жұмсақ ағаш, мойындар мынау қайын. Сол ағаштан таңдап істейміз. Сұрекеңізге вариант қой. Міне Дидар деген немересі ақсақалдың.
Haydi. Sıkı. Böyle. Çok. Barakallah. Kitap koy, kitap koy. Kitapқа шыққансыз ба? Қай жыл, қай кітап? Мына Мынау Жайбол, ұлыңыз. бұда шебер ғой. Иә, ұлыңыз. Қарағанды болсын. Şimdi mama maşallah. Мынау бәйішім. Бұл кісі қазір қалада, иә? Қалада. Міне. Сұраған зағип. Мынау өзіңіз жасаған қобыз. Иә, мен жасаған. Қайда бұл қобыздар қазір? Ол мен ұлдаға қайда жүрген? Нәжіге, ненің терісін қаптадыңыз? Ау. Ненің терісін қаптадыңыз, Нәжіге? Ешкім терісі ғой Ешкім не? терісі ма? Міне, автолар. Қобыздың. Машинаны бақайшыма деймін, бұқтар өзі сияқты мынау. Өнердің бәрі бар ғой. Өнерлі адам ғой ажақ. Міне, сұраған ағам маған міне шақшасы. Насыбай құты. Шақша дейді оны қазақ. Маған ішіндегісін насыбай дейді. Шақша берді маған. Енді осы ғұмырыма шейін арақ ішпегенмін. Насыбай атпаған, бірақ енді атуға тура келейін деп тұр осыдан кейін. Атпасам да салып, алақаныма салып, искеп қайттан салсам кайф емес пе? Кішкентай Болды ғой. цеппен ана шашақтаған сондай адам бар.